Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Құрсаудағы қыз түрік сериалындағы Хайридің әйелінің рөлін сомдаған актрисамен танысатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сонымен бізде Түрканың рөлін сомдаған түрік актрисасы Хидва Зизан Альп. Сонымен актриса Хидва Зизан Альп 1993 жылы 9 қарашада Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. Кино және театр актрисасы. Сонымен қатар скрипкашы. Актрисаның анасы мұғалім. Ал әкесі инженер болып қызмет атқарған. Және де бір сіңілісі бар. Отбасында адамның атын қояр кезде сол адамның есіміне көп мән беріледі екен. Ал актрисаның атын Хидва деп қойған себебі айдан келген деген мағынаны береді екен. Сол үшін анасы Хидва деген есім берген екен. Анасының аяғы ауырлап, яғни Хидваны көтерген кезде ішіне қарап тұрып, менің өскенде қызым скрипкашы болады деп ішіне қарап айтады екен. Актрисаның отбасы өте өнерлі отбасы. Анасы мен сіңлісі сурет салғанды ұнатады. Хидва лицейді бітіргеннен кейін скрипкашы қыз болуға мен лайықтымын, сол менің қолымнан келеді деп скрипканы таңдап консерваторияға оқуға түседі. Осылайша актриса Мимар-Силан консерваториясын скрипка бөлімін аяқтап шығады. Кейіннен актриса 2015 жылы Халиш университетінің театр бөліміне оқуға түседі. Хидваның ең алғашқы түскен сериалы Качак сериал болатын. Артынан 2015 жылы Есіл Денис сериалында Хавин рөлін сомдап шығады. 2017 жылы Фи сериалына түседі. Ал 2018 жылы Сеферин сериалында Иливанның рөлін сомдап шығады. 2019 жылы Кадын, 2020 жылдары Құрсаудағы қыз сериалдарына түскен болатын. Сонымен қатар актриса жаңа жобаларды да қолға алған. Актрисаның бойы 1,63, ал салмағы 50 килограмм. Актриса бос уақытында кітап оқығанды, сонымен қатар көрмеген фильмдерді көргенді ұнатады. Актриса қамшының сабында ғана өмірде кейде баяу, кейде тез қимылдау керектігін біледі. Қазіргі таңда актриса 30 жаста. Сонымен қатар актриса табиғатты жануарларды жақсы көреді екен. Актриса қазіргі таңға дейін тұрмыс құрмаған. Актрисаның Instagram парақшасында 500-ге дейін оқырмандары бар. Актриса өзінің жеке фотоларын Instagram арқылы өзінің оқырмандарына жеткізіп отырады. Instagram парақшасында 74 пост салынған. Хидва Зизан Альп өте мейірімді, сезімтал, керемет жан болатын. Яғни кейіпкеріміз біздің Құрсаудағы қыз рөлін қалай сомдап шыққан. Өз өмірімен кейіпкердің рөлі бірдей ме? Соны төменге пікірге жаза кетіңіз. Тағы да қандай актер немесе актрисаның өмір жайлы білгіңіз келеді, оны да төменге жазыңыз.